сәлеметсіздер ме құрметті білімгерлер, қазақ тілі пәнінен консультация сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен тыныс белгілер деп аталатын тақырыпты өтетін боламыз. Яғни қазақ тіл біліміндегі бүкіл тыныс белгілерді бір қарап шығатын боламыз. Бұл бізге өте бір керек дүниелердің бірі деп ойлаймын. Тыныс белгілер бұл пунктуация, яғни тіл білімінде жазуға тән шартты белгілер жүйесі. Тыныс белгілер айтайын деген ойды нақтылы, дәл түсінікті етіп жүргізу үшін, сондай-ақ баяндалмақшы пікірді ала-құла етпей, айқын білдіру үшін қолданылады. Бұл тыныс белгілердің ең басты қасиеті. Тыныс белгілер сөздер тіркесімен сөйлемдердің айтқанда немесе оққанда тілде байқалатын кідірісті, дауысты аңғарылатын әукелді құбылысты да білдіреді. Яғни бұл тыныс белгілердің қосымша қасиеттерінің бірі. Яғни сөйлем ішінде белгілі бір сөйлемді алып қарайтын болсақ, оның ішінде міндетті түрде тыныс белгілері болуы мүмкін. Ол өтір немесе қос нүкте деген сияқты. Сол тыныс белгілерінің қойылу себебіне қарай адам оқу барысында өзі кідіріс болады. Өтір болса сәл демалады. Кейбір тыныс белгілерде дауыс көтеріңкі болады, кейбіреуінде төмен ырғақты болады. Сол сияқты бұның ең ерекшелігі осында екен. Яғни сөйлемнің синтаксис ерекшелігіне орай қойылады екен. Бұл дегеніміз тыныс белгілерінің сөйлемнің құрылысына, түріне, жасалу жолдарына орай қойылуы сөйлемнің синтаксистік ерекшелігіне байланысты қойылу деп аталады. Құрамына қарай сөйлем негізінен екіге бөлінеді. Бұл жай сөйлем және құрмалас сөйлем болып. Бұлардың өзі бірнеше түрге, яғни әр түрге бөлініп, алуан түрлі жолдармен жасалады екен. Міне осымен байланысты сөйлемнің ерекшеліктеріне орай, қолдану сипатына қарай әр түрлі тыныс белгілері қойылады. Мәселен айтатын болсақ, хабарлы сөйлемнен кейін нүкте қойылады. Сұраулы сөйлемнің соңында сұрау белгісі, ал лепті сөйлемнің соңында леп белгісі қойылады екен. Біз мысалға сұрап тұрған белгілі бір нәрсені сұрап тұрсақ, міндетті түрде оған сұрау белгісін қояды екенбіз. Бүгін сен сабаққа барасың ба? Сен бүгін сабақтан қаншада шығасың деп, мысалға сондай сияқты жағдайларда біз сұрақ белгісін қояды екенбіз. Неткен күн тамаша деген сияқты хабарлы сөйлемге нүкте қойылса, ал лепті сөйлемге, яғни бұл жерде алақай анашым келді деген сияқты сөйлемдерде біз лепті сөйлемдерде, яғни леп белгісін қояды екенбіз. Бұл сөйлемнің синтаксистік ерекшелігіне орай хабарлы, лепті және сұраулы сөйлем болып бөліну екен. Енді тыныс белгілері қою үшін үш түрлі белгі негізге алынады. Ол сөйлемнің синтаксистік ерекшелігі, сөйлемнің мағынасы, сөйлемнің интонациясы, яғни айтатын болсақ, жазба тілде болсын, сондай-ақ ауызекі тілде болсын, тыныс белгілері дұрыс қолданыла білудің үлкен мәні бар. Тыныс белгілері мүлде қойылмаған немесе дұрыс қойылмаған мәтінді, сөйлемді түсінікті етіп оқу да, мағынасын түсіну де қиынға соғады. Яғни бұл жерде тыныс белгілері дұрыс қойылмағандықтан сөйлемде ой дұрыс болмай, екі ұшты болып, тіпті сөйлем құрамында сөздер синтаксистік қызметі жағынан бастауыш болсын, баяндауыш болсын, анықтауыш болсын, тағы да басқалар өзгеріске түсуі мүмкін. Яғни бұл ең бір ерекшелігі осында екен. Яғни бұл жерде біздің бағанағы үш айтылып кеткен негізіміз сөзге тиек етіліп алуын керек екен. Енді сөйлемнің интонациясына қарай дегеніміз, ол мысалға тыныс белгілері дұрыс қою интонациясымен тікелей байланысты. Бұл жерде мәселен алатын болсақ, хабарлай айтылатын сөйлемнен кейін кідіріс болады да, соған орай нүкте қойылады. Ал құрмалас сөйлемдерде оқығанда құрмалас мағынада әрбір жай сөйлемдерінен сондай-ақ бағанағы бірыңғай мүшелердің әрбір сөйлемдерінен кейін кідіріс болып, солар өтір белгісімен ажыратылады. Бұл бізге сұраулы, лепті сөйлемдерді оқығанда, яғни дауыс көтеріңкі айтылады да, тиісті тыныс белгісі қойылады. Яғни интонацияға
орай дегеніміз осы негізде алынып отыр екен. Бұл жерде мысалға құрмалас сөйлемдердің оқығанда құрмалас құрамындағы әрбір жай сөйлемдерінде оқып, сондай-ақ сол мүшелерде әрбір мүшелеріне өтірмен ажыратып отырсақ, тікелей біздің сөйлеген интонациямыз сол жерде білінеді екен. Біз оны ешқандай тыныс белгісін қоймай қалай тұр сөйтіп оқи беретін болсақ, біз оның мағынасын, түпкі мәтін не туралы айтылып тұр, нені меңзеп тұрғанын біз оны ұғуымыз өте қиынға соғады екен. Сол сияқты тыныс белгінің сөйлемдегі қызметі өте зор екен. Енді сөйлемнің мағынасына орай бұлар дегеніміз тыныс белгілерінің дұрыс қойылуы сөйлемдегі кейбір сөздердің мағынасына, сондай-ақ бүкіл сөйлемнің мағынасына тікелей байланысты болып келеді. Мәселен айтатын болсақ, мен оның сөзімен байқаймын деген сөйлемді бұл жерде Марғұлан Шалдың сөздері байқаймын Пугачевті ойландырған сияқты, яғни Пушкиннің шығармасынан алынған сөйлемнен салыстыратын болсақ, мұндағы байқаймын сөзі екі түрлі мағынада жұмсалып тұр. Яғни бағана оның сөзінен байқаймын, яғни екіншісі Марғұлан Шалдың сөздері байқаймын деген сияқты екі түрлі мағынаны білдіріп тұр. Бірінші сөйлемде байқаймын сөзі аңғарамын, білемін деген мағынада жұмсалса, белгілі бір сөйлем мүшесі болып тұр, баяндауыш. Сондықтан да оған сөйлем мүшесіне тән сұрақ қойылады екен. Яғни сөйлемнің мағынасына орай деген кезде біз бірінші кезекте бұл жерде сөйлемнің тікелей бағанағы атқарып тұрған қызметіне қарап, сол бойынша біз сұрақ қою арқылы ғана жүзеге асырады екенбіз. Енді сөйлемнің, яғни сөйлем соңында қойылатын тыныс белгілер бұлар адам арасындағы қарым-қатынас әртүрлі жағдайларда, сөйлеу тілінің мақсатына қарай хабарлау, баяндау, сұрап білу, жауап алу, талап ету, екі ұшты күйде қалу деген сияқты әрқилы болып келеді. Осыған орай сөйлем соңында түрлі тыныс белгілер қойылады. Ол нүкте болуы мүмкін, сұрақ белгісі болуы мүмкін, леп белгісі болуы мүмкін, немесе көп нүкте болуы мүмкін екен. Мысалға, Аман үйге келді. Бұл жерде жай сөйлем болған нүкте қойылады. Айтарым бар ма деген сияқты сұрап тұрғаннан кейін бұл жерде міндетті түрде сұрақ белгісі қойылады екен. Балаларым, рахмет сендерге деген сөйлемді алатын болсақ, бұл жерде лепті сөйлем болғаннан кейін леп белгісі қойылады екен. Және де дауыстарың естілгендей болды деп көп нүкте қойылатын болса, тікелей бұл жерде көп нүкте қойылады екен. Енді қазақ тіл білімінде тыныс белгілері ол нүкте, сұрақ белгісі, леп белгісі, қос нүкте, көп нүкте, нүктелі өтір және өтір сызықша деген сияқты тыныс белгілері бар екен. Бұның әрқайсысы өз ішіндегі атқаратын қызметі, сөйлемдегі өзінің орны бар, яғни қай кезде сұрақ белгісін қоясын, қай кезде леп белгісін қоясын деген сияқты. Мысалға, біз сұрап тұрған сөйлемге біз апарып оған леп белгісін қоя алмаймыз ғой, өйткені сөйлемнің мағынасы өзгеріп кетуі мүмкін. Сондай сияқты нәрселерді ең басты нәрсеге алып қою керек. Яғни бірінші сөйлеміңізді оқып алып, содан кейін қай жерде қандай тыныс белгісі қойылатынын содан кейін анықтауға болады. Енді бүгінгі біздің консультация сабағымыз осымен аяқталды. Бүгін сіздер осы консультация барысында біраз хабар алды деген ойдамын. Яғни көп мәлімет жинады деген ойдамын. Өздеріңіздің білгендеріңізді міндетті түрде ұмытпау үшін дәптерге бір жерлеріне түртіп қоюларыңыз керек. Бұл сіздерге болашақта керек болады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.